Хатты ашып оқыған Ғазиза Қанатқызы үнсіз қалды. Бұл хатты балама көрсетпеуді сіздің құзырыңызға тапсырдым. Біз әйелім екеуміз сізге сенеміз деп ұланның әкесі Ғазиза Қанатқызына сенімділікпен қарады. Аға, несін жасырайын? Ұланның жағдайы нашарламаса жақсарған жоқ. Тек тыныштандыратын екпемен ғана бір қалыпта ұстап отырық. 19 жыл тәжірибемде түсінгенім махаббаттың дауасы жоқ екен. Бұл хатты дәл қазір ұланға табыстасам 2 есе соққы алатыны сөзсіз деп күрсінді Ғазиза Қанатқызы. Баламды көрсем бола ма деп ұланның әкесі дәрігердің құптағандай басын изей берді. Ғазиза Қанатқызы ұланға әкесін ертіп келді. Әкесін көрген ұлан, әке сенбе, ертең келетін күнің еді ғой деп ұлан қуанып әкесін құшақтап алды. Балам, күн санап жүрсің бе деді әкесі ұлын құшақтап. Әке, мен үйге барғым келеді, апамды сағындым деп ұлан әдеттегідей әкесі келгендегі әңгімесіне көшті. Балам, әзірге осында қалғаның дұрыс, сәл шыда деді әкесі көз жасаурап. Ұлан әкесін құшақтап ұзақ отырды. Үнемі осылай жасайды, әкесін жібергісі келмейді. Баласының бұл халіне қанық әкесі де көп келе бермейді. Өзінің де ұлының да жүрегін ауыртқысы келмейді. Ал анасы болса ұланға мүлде келген емес. Баласына өкпелі ме, жоқ әлде өзіне өкпелі ме, әйтеуір ұланмен кездескісі келмейді. Сезімнің өлімі ол кісіге де ауыр тиді. Туған қызындай болып үлгерген сезімнің жоқтығына 3 жыл өтсе де үйренісе қоймады. Күні-түні көзі жастан құрғамай, қайғының қанын жұтып жүр анасы. Әке, деді ұлан әкесінің иығынан басын көтеріп. Сезімнің маған деген сыйлығын таптыңыз ба деді, есіне енді түскен болуы керек. Әкесін көрген кездегі қуаныштың буымен ұмытып кеткен еді сұрауға. Есіне түсіп мазасызданып кетті. Балам, әлі таппадым, іздедім, жоқ екен деген әкесіне. Мүмкін емес, сыйлығым бар, ескі сарайда деді. Сезім деген сөзді қайталап бөлмені кезе бастады. Балам, тыныштал деген әкесінің сөзіне құлақ аспады. Ұлан сыйлық деп айқайлай берді. Қызметкерлер келіп күндегідей ұланды байлап тастады. Бұл көрініске куә болған ұланның әкесі тағы бір мәрте жүрегі тілім-тілім болып үйіне қайтты. Ұлан ұйқысынан оянды. Кеш батып кеткен екен. Кешкі асын ішіп отыр еді. Бөлмесіне Ғазиза Қанатқызы кіріп келді. Қолында қызыл қорабы бар. Ғазиза Қанатқызы біраз ойланып хатты ұланға көрсетуді жөн көрді. Бұл хат ұланға ауыр тиері анық болғанымен хатты оқып есін жияр деп ойлады. О баста бұл хатты оқығаны дұрыс емес деп топшалағанымен сезімнің енді бұл өмірде жоқ екенін мойындатудың жалғыз амалы осы болатын. Ұлан, мен саған сезім айтқан сыйлықты алып келдім дегені сол екен. Ұлан селк ете түсті. Ғазиза Қанатқызы ұланға қолындағы қорапты берді. Ұлан қорапты қолына ұстап біраз отырды да, қызыл түс оның сүйікті түсі деп жымиды ұлан. Ашпайсың ба ұлан, деді Ғазиза Қанатқызы. Бірде ол маған, аға, мен қорқамын, бір сұмдық болатын сияқты деді. Мен оны құшақтап жұбатпақ болып едім, ол мені бар күшімен итеріп жіберді деп ұлан қорапты аша бастады. Бұл қашан болған жағдай, деді ұлан. Есіңде ме деп Ғазиза Қанатқызы ұланға қарады. Мен сезіммен соңғы кездескен күннен 2 күн бұрын, деді ұлан жайбарақат. Бұл жайбарақаттығы Ғазиза Қанатқызына бір түрлі көрінді. Ұлан, күніне дейін есіне сақталып қалдың ба деп таңданды дәрігер. Әрине, сезімге қатысты сәттердің күні былай тұрсын, сағат минутына дейін есімде. 4 күннен соң туған күні еді. Мен сол күні бар шындықты айтуға бекінген, бірақ сезімім деп мазасыздана. Ұлан қолындағы қорапты ашып, ішіне хатты алып шықты. Шын мәнінде ұлан кейде бәрін есіне алып сезімнің жоқ екенін, қандай жағдайда ойнерік болғанын түсінгенімен түп сана бұл жағдайларды қабылдағысы келмейді. Екі бөлек әлемде өмір сүріп жатқандай сезінеді өзін. Өз ойынан құрап алған елестің арбауына түсіп барынша оның сезім екеніне өз-өзін сендіріп қойған. Ұлан бұрышқа барып жайғасты да хатты оқи бастады. Оқыған сайын көзінен үздіксіз тола көз жасы төгіле берді. Аға, аға, бұл қадірлі де қасиетті сөздің киесі ұрғандай бізді. Бүгін мен көп ойлана келе өмірімнің дәл осы сәтте тоқтағанын қаладым. Мен қатты қорқамын, сіздің ағалық дәрежеңіз күннен күнге көз алдымда құлдырап барады. Қатты қиналып кеттім, ауа жетпей тұншығып барамын. Ішімдегі қорқынышты ойларды кіммен бөлісерімді білмей тығырыққа тірелдім. Әр алған демім тынысым тұңғиық түбіне сүйреп бара жатқандай мені. Сіздің маған құштарлана қараған көзқарасыңыз мені мына өмірден қоштасуға мәжбүр қылды. Сізді де өзімді де жек көремін. Бір жатырда жатып, бір құрсақта жарып шыққан қарындасыңызға ғашық болғаныңыз қалайша мені осындай сорақылыққа қидыңыз. Бұл сұмдықты тоқтату сіздің қолыңыздан келмесе, мен өзім-ақ тоқтатып нүктесін қоймақпын аға. Бірақ сіз өзіңіздің ешқашан кінәламаңыз. Бұл өмірде осындай да болады екен. Сізге жалғыз өтінішім менің
өлімім жұмбақ болып қалса екен, ата-анамызға ешнәрсе айта көрмеңіз, көр де тыныш жатсын десеңіз мені. Бір күні болмаса бір күні сезімге ерік беріп, ішіңіздегі бар сырыңызды маған жайып саларыңыз анық еді. Сол жағдайды болдырмаудың жалғыз амалы осы. Мен сіздің күнәһар махаббатыңызды қара жерге өзіммен бірге алып барам. Сіз күнәға батпасын деп. Сау болыңыз, бақытты болыңыз. Хатты оқып болған ұлан, мен сенің ағаң емеспін деп бір жапырақ қағазды кеудесіне қыса берді. Ұлан сені мүлде тамақ ішпей жүр дейді ғой, деді Ғазиза Қанатқызы қолындағы алманы ұланға ұсынып. Зауқым жоқ деп ұлан дәрігердің қолын кері қайтарғандай болды. Ұлан, тыңдашы, сен маған бұрынғыдай ішіндегі сырыңды, ойларыңды ақтармайтын болыпсың деп Ғазиза Қанатқызы ұланға қарама-қарсы орындыққа отырды. Ол да маған келмей кетті, деді ұлан терезеге көз тастап. Кім, деді Ғазиза Қанатқызы. Сезім, соңғы келгенде маған енді келме, сені жадымда сақтау үшін хатың жеткілікті деген ұланның көзі жасқа толды. Келме дегеніне өкініп отырсың ба, ұлан, деп дәрігер қолынан ұстады. Қолым мұзда екен. Ұлан үндемеді. Хатты қайда қойдың деген Ғазиза Қанатқызы ұлан жүрек тұсындағы төс қалтасын нұсқады. Бұдан әрі отыра алмады. Өз жасына өзі тұншыққандай кабинеттен шығып кетті. Айқайлаған жоқ, жан-жағын жайпамады да, тек кабинеттен шығып өз еркімен бөлмесіне барды да екі бүктеліп жатып қалды. Жастығын құшақтап әрі қарай еңіреді, өксігін баса алмады. Жан дүниесі құлдырап бара жатқандай сезінді өзін ұлан. Сезімнің бет-бейнесін бейісіне алды да ұйықтап кетті. Неше күннен бері ұйқы көрмей көз ілмей шыққан ұлан әйтеуір көз шырымын алғандай болды. Тұп-тура 3 ай өтті. Ұлан баяғыша өз-өзін ұстай алмайтын, аласапыран күйге түспегелі 3 ай болды. Іштей тынып жүр. Жөні дұрыс тамақтанбайды да, тіпті дәрігер Ғазиза Қанатқызына да жарытып ішіндегісін шығарып айтпайтын болған. Құдды сезімнің енді жоқ екенін мойындап өз-өзін кінәлайтындай көрінеді. Шынында да солай. Бәрі менің кесірімнен, бәріне мына мен кінәлімін деп 3 ай бойы жүрегіне, санасына, басына осы бір ауыр ойды қондырып алғандай. Тұла бойындағы өкініші күннен күнге онсыз да жұлым-жұлым жүрегін кеміріп жатқандай. Түп санасындағы қиял әлемнен құтылғанымен шындық одан да ауыр әрі ащы екенін ұғынды. Ол бұл жан азабынан құтылудың немесе қашудың амалын қарастырмады. Мүлдем керісінше осы ауыртпашылықпен өмір сүруге бекінді. Кеудесінен қу жаны шыққанша қайғыдан қан жұтуды таңдады. Ғазиза Қанатқызы жылына бір рет келіп ем-домыңды аласың деген шарт қойып ұланмен қоштасты. Әкесі келіп ұлын алып кетті. Үйге келген ұланды анасы селқос қарсы алды. Ұлан да анасынан одан артық ештеңе күтпеді. Ұланға үйдің әр бұрышында сезімнің дауысы мен күлкісі жаңғырып тұрғандай көрінді. Ұлан қанша қиналса да әкесінің басқа үй алайық деген ұсынысына қарсылық білдірді. Мен тыныштықты емес, жан азабын таңдадым. Кеудемнен соңғы демім шыққанша осы қасіретпен, өкінішпен өмір сүремін деп әкесіне айтты да нүктесін қойды. Шамалы уақыт өткен соң бір танысымен сауда орталығына күзетші болып орналасты. Уәде еткендей жылына бір рет өз еркімен ақыл-есі ауысқандар ауруханасына жатып емделіп шығып жүр. Жұма сайын сезімнің басына барып екі қолын жайып дұға қылып кешірім сұрайды. Сол жерде отырып еңкілдеп тұрып жылап алады. Қанша жыласа да жүрегіндегі зілдей мұңнан арылғысы жоқ. Бұл өмірде біреуді сүйіп, сүйікті болу енді оған бұйырмайтын бақыт екенін ұлан әлде қашан мойындап, қабылдап қойған. Міне тағы жұма бүгін. Қанша жылдар өтсе де, төс қалтасында сезімнің хаты бар, жүрегінде жазылмас дерті бар, жанарында өшпеген өкініштің оты бар. Ұлан тағы да сезімнің зиратына келіп тізерлеп отырды.